30 жастан асқан балаларға ата-аналарымен бірге көруге рұқсат берілген фильм. 4398 әскери бөлімінің жігіттер продюсерлік орталығы ұсынады. Операция 8. Аға келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Базар жоқ ис. Ал қыздар, алдарың қалай? WhatsAppқа кірмей кеттіңдер ғой. Іштеріңде Шымкенттен келген қыз бар деп еді, сол сенсің бе қарындас? Ей, сәлем салма. Казармада сәлем салма. Қуатыста сал. Қыздар не ғой, мерекелерің жақын қалды. Соған сендерге жігіттер өзіміз болып бір концерт ұйымдастырып берсек деп едік. Оның үстіне өзіміздің әйеліміздерге істемеген концерт сендерге жасап жатырмыз. Ой, прикол ғой. Түсінбейсің бе? Отыр. Қыздар, концерт болады. Сендерге арналған. Соған келіп бересіңдер ғой, я? Қалай? Келеміз. Келмегенде қайда барамыз? Ал концертте не болады? Концертте не болады? Концертте енді арман айтам деген Ербол айтатын шығар. Қуандық аялама, аямама, сондай бір ән айтады. Міне қыздар, әншілер де дайын, бәрі дайын, концертке келсіңдер болды. Ал подарок ше? Подарок алдыңдар ма? Аламыз. Қыздар, енді подарка дегенде, білесіңдер, жақында доллардың бағасы көтеріліп кетті. Шамамыз жеткенше, сендердің подаркаларыңды әдемілеп алып беруге тырысамыз қыздар. Басты концерт келсіңдер болды. Ал, жаңа базарға барамыз ба? Ескі базарға бара берейік. Сау болыңыз. Оп, бісміллә. Ал қыздар, концерт не істейміз? Шашымызды не істеп барамыз? Мен мүлде бармайым. Сен не істейсің? Мен осылай бара берем ғой деймін. Бас жуып алу керек. Көйлекті сестренкам алып кетіп еді. Не киіп барсам екен? Туфли де жоқ үйде. Құрсыншы, болды. Сен де барасың концертке, сен де барасың. Концерттерін барып көреміз, әндерін тыңдаймыз. Сол жерде қыздармен бірге қуамыз барлығымыз. Ей, құрсыншы, болды. Енді барайық концертке, болды қыздар. Жаным, насыренің түсірме, сенің шашың күшті боп. Тұрма ендіше. Қызыл өрік, қызыл қандай, күлкің болып, жүзің балдай. Қызыл өрік, қызды көріп, көңіл шіркін бұзылғандай. Қызыл өрік, Бір, екі, үш, төрт, бес. Бұндай әнді айтуға болмайды. Қандай әнді? Ей, өлтіресің бе? Бұл әнді мен айтайын дегем. Бұл әнді ана жүдеуді айтам деген. Атаңа нәлет. Концертте жолығамыз. Алдың мен, артың мен, 8 мартың мен. Мерекелерің мен. Мерекелді, ура! Қыздар мейрамдарың мен. Шап, шапалақ. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Аналарды құттықтап, қол соғайық халқым. Ай, молодец, жарайсың. Негізі қызыл өрікті айту керек еді. Сол ән қазір хит болып жатыр. Пропуска. Военполициядан келдік, есікті ашыңыз, тексеруіміз керек. Концерт болып жатыр іште. Бізге жұмысымыз тексеруіміз керек сіздерді. Есікті ашыңыз. Болмайды. Біргеш. Мыналар есікті ашпаймыз дейді. Іште концерт болып жатыр дейді. Қайда? Іште концерт болып жатыр дейді. Сен оған айтсай. Біз әншіміз деп айт. Әншіміз деп айт. Біз ән айта алмаймыз ғой. Айтамыз бірдеңе қып. Қоя тұршы. Мен айтайш. Әнші емес, биші деп айт. Қайдағы биші? Біз билей алмаймыз ғой, әнші деп. Қоя тұрш. Не ғой, брат? Біз бір әнші, бір биші келдік. Түсіндіңіз ба? Есікті ашсай!
Келесі хатты Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қаласында стадионға напротив тұрған алдында дәу жүрмейтін танкісі бар 40-398 әскери бөлімнің барлық ер азаматтары жазған екен. Құрметті біздің сұлулар, сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасы мен отан алдындағы үлкен жауапкершілікті мойындарыңызға алып, ебімен қыбыланың қақаған жерінде ештеңеге мойымай алдыңғы қатардан көрініп жүрсіздер. Сіздерге қажымас қайрат, күш, жігер тілейміз. Жұлдыздарыңыз көбейіп, алған кредиттеріңіздің проценті азайсын. Сіздердің құрметтеріңізге Ербол мен Арманның орындауындағы Кел жаным әсем әні тек сіздер үшін жолданады.